Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерменен ешқандай дүкеннің тортынан айырмашылығы жоқ, бірақ үй жағдайында жасалып өте дәмді болып шығатын тортқа мастер-класс өткізгім келіп тұр. Бұл менің авторлық рецептім. Әрбір қыз бала үйреніп алса екен деген ойдамын. Міндетті түрде менімен бірге болып жасап үйреніңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Тортқа керекті ингредиенттердің барлығының құрамын видеоның астында описанияға жазып кетемін. Алдымен жұмыртқаны алып, оған қант саламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап, ақырындап миксерлей бастаймыз. Миксердің жылдамдығын 1 минут сайын көтеріп, осындай аппақ пена болғанша араластырамыз. Шайқалған жұмыртқалы массамыздың үстіне сүтімізді, одан соң майымызды құйып, тағы да миксердің көмегімен ақырындап араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Менде електен өткізіліп алдым. Осы ұнымызды жаңағы массамызға салып, миксердің өзіменен ғана қоспай ақырындап араластырып аламыз. Ол бізге ұнымыздың жан-жағына шашырамау үшін қажет. Кейін ақырындап миксерді қосып, жай жылдамдықтан бастап, сәл ғана кішкене ғана араластырамыз. Бізде міне осындай сұйық қамыр шығуы керек. Енді формасын дайындап аламыз. Менде 20 сантиметрлік кольцо, оның астын фольгамен жауып қойдым. Ол дайын болған кольцомызды алып, мынандай пирог пісіретін қарапайым формаға салып пісіреміз. Сонда астындағы фольгамызға салынған жұмыртқалы массамыз ағып кетпейді, формасын ұстап тұрады. Сіздерде егер осындай форма болмаса, онда кез келген формада пісірулеріңізге болады. Ескеретін жағдай, егер сіздер торттарыңыздың биік болып шыққанын қаласаңыздар, қамырын міндетті түрде 20 немесе 22 сантиметр болатын формада пісіргендеріңіз дұрыс. Сол кезде қамырларыңыз биік болып көтеріледі. Дайын болған қамырды алдын ала қызған пешімізге салып пісіріп алдық. Кішкене суытып аламыз. Видеода көріп тұрғандай биік қамыр шықты. Форманың жан-жағын алып, тағы да суытамыз. Қамыры толықтай суығанша крем дайындауға кірісеміз. Мен творог пенен қаймақты алдым. Осыдан крем жасаймыз. Блендердің көмегімен жақсылап езіп, араластырамыз. Пайдаланатын қаймақ пенен сүзбенің сапасына мән беріңіздер. Мен бұл жерде қаймақтың майлылығы 20% қаймақты пайдаландым. Міне осындай қою жақсы консистенциялы масса пайда болды. Оның үстіне майлылығы 8-5 болатын сгущенное молоконы құйдым. Шамамен 100 граммдай ғана жақсылап араластырып аламыз. Өте жақсы дәмді крем пайда болды. Енді толықтай суыған қамырымызды формадан босатып, міндетті түрде пышақтың көмегімен шеттерін үстіп босатып алыңыздар. Міне бізде осындай әдемі, биік, өзінің формасын жақсы ұстап тұрған бисквитті қамыр пайда болды. Көздеріңіз видеода көріп тұрғандай биік, ешқандай да түсіп кетпеген, формасын жақсы ұстаған, міне жақсы піскен, ешқандай да шикі емес, басқан кезде қайтадан орнына келетін бисквит шықты. Енді бисквитімізді кесеміз, пышақтың көмегімен ақырындап ең бірінші астыңғы бөлігін кесіп аламыз. Содан соң ол қамырды алмай, үстін басып тұрып, екінші қабатын, содан соң үшінші қабатын міндетті түрде үстін басып, пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Қамырымызды басып кесуіміздің себебі жылжып кетіп, дұрыс кесілмей қалудың алдын алу үшін. Міне бізде осындай әдемі, ылғалды бисквитный қамыр шықты. Өте әдемі, жұмсақ, барлығы толықтай піскен. Енді тортты жинауға кірісеміз. Бізге осындай кольцо қажет болады. Кольцо болмаса, ол міндетті емес, жағып қоя салсаңыздар да болады. Дайындап қойған кремімізді бірнеше қасықтан алып, жақсылап жағып шығамыз. Кремін біркелкі етіп, барлық жерге бірдей орналастырып, жайып шығамыз. Сол кезде крем қабырға біркелкі болып сіңеді. Торттың екінші қабатын орналастырамыз. Оның да үстіне бірнеше қасық крем жағамыз. Бұл кремнің ерекшелігі тортқа толықтай сіңіп, орталарында ақ жолақтың қалуымен ерекшеленеді. Сонымен қатар тортымыздың іші құрғақ болмайды,
сондай ылғалды, дәмді, ерекше болып шығады. Тортты дәл осы кремменен жасап көрулеріңізге кеңес етемін. Өте оңай, жасалуы ыңғайлы, қолжетімді, кез келген дүкеннен сатып аласыздар. Тортқа креміміздің барлығын толықтай жағып болғаннан кейін міндетті түрде бір тәулікке тоңазытқышқа салып қойдым. Сол кезде жаңағы тортымыздың формасы жақсы ұсталып, бір-біріне сіңіп, әйбат болып шығады. Тортымыз тоңазытқышта тұрып шықты. Міне енді шеттерін пышақтың көмегімен видеода көрсетілгендей ақырында формадан босатып аламыз. Одан соң оның сыртына жасалатын кремді жасаймыз. Ол үшін бізге майлылығы 33%-тен жоғары болатын сливкиді пайдаланамыз. Оны жақсылап миксердің көмегімен жай жылдамдықтан бастап қосып миксерлеп мынандай консистенцияға алып келеміз. Венчиктарды көтерген кезде қаймағымыз ағып кетпеуі керек. Бұл жерде айта кететін бір жағдай, сливкиді шайқар алдында міндетті түрде өте суық күйінде болуы керек, бірақ мұздатқышқа салмаңыздар. Тоңазытқышта тұрғаны жақсы. Оны міне мынадай кондитерлік мешокқа салып, егер кондитерлік мешок болмаса, қарапайым салафанды пайдалансаңыздар болады. Міне осындай қимылдарменен тортымызға жағып шығамыз. Тіпті болмаса қарапайым қасықтың көмегімен де жақсаңыздар болады. Кремді торттың бетіне жағып алдық. Енді оны қасықтың немесе осындай шпательдің көмегімен жақсылап жағып, біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Бетін біркелкі тегістейміз. Торттың бетін бір қабат тегістеп алдық. Енді менде осындай шпатель бар. Сол шпательдің көмегімен торттың бетін жайлап ақырындап жүріп шыққан кезде осындай теп-тегіс болып шықты. Енді пышақтың көмегімен ақырындап жаңа жағылған кремімізді босатып шығамыз. Бұндай сливкиді кез келген дүкеннен не болмаса супермаркеттен ала аласыздар. Бастысы майлылығына мән беріңіздер. 33%-дан кем болмауы керек. Сол кезде жақсы шайқалып, формасын міне видеодағыдай жақсы ұстап тұрады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыры біркелкі болып сіңіп, жақсы болып көтеріліп, әдемі болып тұр. Оның бетін тек қана біз қаймақпенен жауып әсемдеп жатырмыз. Бұлай әсемдеу міндетті емес. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша жаңағындай қалдыра берсеңіздер де болады, бірақ маған тортты осылай әсемдеген ұнайды. Ешқандай да кондитерлік, не болмаса магазиндік торттардың айырмашылығы жоқ. Өте әдемі болып шығады. Қонақтардың барлығы таң қалып, қалай жасағаныңызды сұрайды. Тортымызды тегістеп болдық. Енді оны әсемдеуге кірісеміз. Бізге шоколад қажет болады. Шоколадты су моншасында немесе микроволновкада май құйып, кішкене ерітіп аламыз. Шоколадымызды толықтай суытып, кондитерлік мешокқа құйып аламыз. Міне осындай қолдың қимылдарыменен тортымыздың бетіне жайлап жағып шығамыз. Шоколадты қатты қысып сығудың қажеті жоқ. Міне жаймен деп ақырында басып тұрсаңыздар, шоколадтар өзі ағып, міне осындай әдемі ақбалар пайда болады. Торттың бетінде өте әдемі көрінеді. Бастысы шоколадқа көп май құймаңыздар, онда ол ағып кетеді. Міне осылай шоколадты ақбаларды дайында өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Бастысы ыстықта күйінде жақпаңыздар, сәл суытып алу керек. Сол кезде тортыңыздағы қаймақ ағып кетпейді, өзінің формасын жақсы ұстайды. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеп, қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Мен бұл жерде шоколадты пайдаландым, бірақ сіздер жемістерді, не болмаса басқа да қандай да бір әдемі әсемдік үшін пайдаланатын заттарды пайдалансаңыздар болады. Өте әдемі шықты. Өзіңіз дайындап, қонақтарға ұсынып, таң қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ, құрамының барлығы қолжетімді. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай торт өте сіңімді, жақсы болып кесіліп жатыр, өте жұмсақ, айтпаса да түсінікті деп ойлаймын. Өте жұмсақ болып шықты, өте әдемі көрінеді. Кремінің барлығы өзіне сіңген, барлығы орталарында аппақ жолақтары да қалған, өте әдемі көрініп тұр. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ол үшін сіздер өздеріңіз дайындап, пісіріп көрулеріңіз керек.
Осындай әдемі тортты үй жағдайында пісіріп үйреніп алыңыздар. Өте әдемі, ешқандай дүкеннің тортынан айырмашылығы жоқ. Бастысы барлығы қолдан жасалған, таза табиғи ингредиенттерден тұрады. Құрамының барлығы қолжетімді, кез келген дүкеннен сатып ала аласыздар. Менің отбасыма қатты ұнайды, балаларым сүйсініп жейді. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Торттың дәмін өздеріңіз жасағанша білмейсіздер. Видеода көрсетілгенде бүкіл техниканы қолдансаңыздар, сіздерде міндетті түрде өте әдемі торт шығады. Пайдалы керек рецептпен бөлістім деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.